Ай мектеп. Нені түсірсем екен? Нені? Таптым! Мен сенің фотопортретіңді жасайын. Алақай, аға менің портретімді жасайды. Тоқтай тұрыңыз. Фотопортрет дедіңіз бе? Ол не? Портрет дегеніміз адам бейнеленген сурет. Портретте адамның ұзына бойы, отырған қалпы, немесе бет пішіні ғана бейнеленуі мүмкін. Осы көріністердің бәрі портрет деп аталады. Мысалы, мынау қазақ суретшісі Ағымсалы Дүзелхановтың Абылайхан атты портреті. Әлемге әйгілі Пабло Пикассо деген суретші көп портрет салған. Солардың бірі Мария Тереза портреті. Портреттің бірнеше түрлері бар. Суретшінің өзін-өзі бейнелеуін автопортрет деп атайды. Мысалы, мұнда қазақ суретшісі Гүлфайрус Исмаилова өз суретін салған. Егер портретте екі адам бейнеленсе, онда ол жұптық портрет болады. Мысалы, мынау әйгілі суретші Фрида Калоның екі әйел деп аталатын портреті. Леонардо да Винчидің Құпиякеш деген туындысында тіпті бірнеше адам бейнеленген. Мұны топтық портрет деп атайды. Ал мынау қандай портрет? Бұл Винсент Ван Гог салған Мадам Жену портреті. Бұндай портрет камералық портрет деп аталады. Ондағы адам суретшіні байқамайды. Оның назары мүлдем басқа жақта болады. Өзі табиғи қалыпта тұрады. Мұндайда суретшіні сол адамның жан дүниесі қызықтырады. Гоя Лусентос Францисконың әйгілі туындыларының бірі Испания ханымы Мария Луиза портреті салтанатты портретке жатады. Мұнда адамдар суретшінің алдына арнайы сәнді киініп келіп, өздерін қалыпты ұстайды. Аға, болашақта мен де жақсы портретші болатын сияқтымын. Қараңыз, мен сіздің портретіңізді салдым. Қайталайық. Портрет және оның түрлері. Адам бейнеленген сурет портрет деп аталады. Портретте адамның ұзына бойы, отырған қалпы, немесе бет пішіні ғана бейнеленуі мүмкін. Суретте бейнеленген адам суретшінің өзі болса, ол автопортрет деп аталады. Егер портретте екі адам бейнеленсе, ол жұптық портрет болады. Егер портретте бірнеше адам бейнеленсе, онда оны топтық портрет деп атайды. Камералық портретте адам суретшіні байқамайды. Оның назары мүлдем басқа жақта болады.